қалай өмірде кез келген қалаған нәрсеме тез жетуге болады? Қалаған нәрсеме деген нәрсе не әркімге әртүрлі ол. Біреу үшін ол ақшасын өсіргісі келеді, табысын өсіргісі келеді. Біреу үшін ол бизнесін дамытқысы келеді, немесе бизнес ашқысы келеді. Біреу үшін ол шетелге шыққысы келеді, біреу үшін ол үй алғысы келеді, біреу үшін шетелге шыққысы келеді, денсаулығын жақсартқысы келеді. Әркімдікі әртүрлі. Енді осы жерде әрине бәріміз ойланамыз, шешім қабылдаймыз, әрекет жасаймыз, жетеміз деп. Бірақ ұзақ уақыт өтіп жатады, жете алмай жатамыз. Өмір бақи 10 жыл бойы шапқылап жүрмін, 10 жыл бойы бизнес жасап жүрмін, бірақ өсе алмай жатырмын деген сияқты. Осы жерде ең тез жететін нәрсе ол состояние. Состояние деген нәрсені мен қазір ашып беремін. Қараңыз, жаңа үй алғым келеді. Не тұр оның артында? Оның артында бір сезім тұр. Үй алған кезде сезім маңызды. Ол состояние. Көлік алғым келеді, көлік алдым, жаңа көлікпен жүрмін, салоннан шықтым, айдап шықтым, жүрмін, жап жаңа салонның ішінде кожаның иісі деген сияқты. Бұның бәрі состояние. Енді кез келген нәтижеге жету үшін біз оның артындағы состояние маңызды бізге. Соған бірінші жетсек, қалғаны өзі оңай болады. Енді мына өмірде қалай болады? Жалпы мына өмірде мына әлем, жаратылыс бар. Жаратылыстың бәрі бұл физикалық әлем да бұл. Бұл физикалық әлемде өзінің заңдылықтары бар. Әр заттың өзінің тербелістері бар. Магнитный поле деген нәрсе бар, бір-бірін жаңағы заттардың бір-бірін әсер етуі, мысалға жердің өзіне тарту күші бар, мысалға деген сияқты. Сол сияқты бізде энергетикалық бір полеміз да, энергетика поле біздің денеміз бәрі. Бізден энергетикалық толқындар шығып отырады, әртүрлі. Мысалға мен қуанып отырсам, вау, менен позитивті бір толқындар басқа адамдарға әсер етеді. Немесе менде агрессия болса, жаңағы ашу, ыза, айғайлап, ол да әсер етеді. Бірақ толқын басқаша. Немесе мен мұңайып, қайғырып жүрсем, менің толқындарым азаяды. Үндемей мен мысалға бұрысы мұңайып тұрсам, көп адам байқамайды. Өйткені толқыны басқа. Кәдімгі радио сияқты бұл. Радиода толқындарды ауыстырасың ғой. 102.5, мысалға 91.7 ретро радио деген сияқты. Әртүрлі волнаға түсесің. Тура сол сияқты біздің денемізден сондай толқындар шығып тұрады. Ол біздің ішкі состояниемізға байланысты. Менің состоянием қуанып тұратын болсам, онда басқа толқындар әлемге тарап жатыр. Ренжіп тұрсам, басқа толқындар. Түсінікті ғой? Менің ішімдегі состояниема байланысты толқындар шығады. Енді әлемде бір-біріне бүткіл материя дейді ғой, мынау бүткіл дене бір-біріне әсер етеді. Мысалға мен бір үйге келдім, ашуланып келген болсам, міндетті түрде үйдегілерге әсер етеді. Немесе сенің әйелің настенне жоқ ашуланып отырса, саған әсер етеді, немесе күйеуің ашу жаман болып тұрса, әсер етеді деген сияқты. Сол сияқты әлемде де сондай әсер етеді. Енді қараңыз, ең маңызды осы жерде біз негізі бұл ақпаратты барлық жерден естіп жүрміз, бірақ мән бермейміз. Просто осы видеодан кейін мән берші, өмірің өзгере бастайды. Қараңыз, мен өмірде үйден ашуланып шықтым, таңертең үйден әйеліммен ұрысып, ашуланып шықтым, жынданып. Сөйтіп келе жатқан кезде мен сондай толқындар таратып тұрмын, мен көшеде сондай бір жағдайларды өзіме тарта бастайды екенмін. Бұны байқап көрсеңіздер де болады. Ашуланып келе жатқанда жолдан біреумен ерегісіп қаламын, жолға сыймай қаламын. Парковкада орын болмай қалады, машинаны бір жерін сырып аламын деген сияқты. Түсінесіздер ма? Енді дәл осы сияқты біз күніге қаншама состоянияны денемізден сезінеміз. Өмірімізде болып жатқан
оқиғалардың бәрі просто так емес. Біреудің өмірінде мүмкіндіктер көп болады. Иә, бір жерден бір нәрсені ұтып алады, жұмысы өргедім, иә, жұмысы жақсы жүреді, біреудің бизнесі жақсы, табыс өседі, бәрінде өмірі жақсы болып жатады. Мынау везучий деп айтамыз біз. Везучий деп. Бірақ кейбір адамның өмірінде бәрі қиын болып жатады. Жағдай қиын болып жатады. Ақша түспейді, қарыз, оның үстіне баласы ауыр, оның үстіне тағы бір проблемасы үстінен жығылғанға жұдырық деп біз айтамыз да. Өмірі осы дұрыс болмады ау деп. Вот ойландыңыздар ма, неге бұның себебі осылай болады? Мен бұны көп зерттедім. Иә, ол кітапта, ютубта, подкасттарда айтылып жатыр. Бірақ мен өзімнің өмірімді өткізіп көрейін деп осымен жұмыс істедім. Мен өзім шәкірттеріме де осыны практикасын үйретіп жүрмін. Өмірлер өзгеріп жатыр, табыстар өсіп жатыр, бизнесі жүріп жатыр, тынышталып жатыр. Вот енді түсіндірейін неге бұлай. Біз қандай состояниемен жүреміз, сондай ситуацияларды притягивать етеміз. Мысалға, ақша жоқ болса, ақша жоқ деген түсінікпен өмір сүретін болсам менде үнемі ақша қиын келеді, ақша қиын болады. Ақша табу қиын. Қазір кризис. Халықта ақша жоқ. Адамдарға сенуге болмайды. Осы түсініктің бәрін мен солай ойласам, менің состоянием да сондай, ол әсер етеді маған. Ол ой мен сезім бірге жұмыс істейді. Мен состоянием қандай, ойым да сондай, немесе ойым қандай, состоянием да сондай. И күнде мен не істеймін, таңертең тұрғанда мен кредит төлеу керек, қарыз төленген жоқ, ақша табу қиын, анау ертең анау кредиттің уақыты келе жатыр, анау бүйту керек. И менің ішімде анандай да бір ауыр жаңағыдай состояние. Мен не істеймін? Бірақ жұмыс істеп шапқылап жүрмін. Бірақ ақша дұрыс келмей жатыр, жұмыс дұрыс жүрмей жатыр, мүмкіндіктер көрмей жатыр. Неге? Бұл жерде Құдаймен сынап жатыр, өмір қиын болып кетті, біреулер кінәлауы мүмкін, анау бүйтпегенде, мынау сөйткенде, әке-шешемен оқытқанда деген сияқты мың түрлі себептердің бәрі келе береді. Бірақ оның бәрін біз мына оймен, миымыз ойлап тауып жатыр себептің бәрін, потому что анау, потому что мынау деп. Бірақ негізгі себеп ол емес. Алла да әділ. Сен не ойлайсың, соны береді. Енді ойлайсың емес, неге сенесің деген нәрсе. Состояние деген нәрсе мен өзім таңдадым мен соны. Ақша жоқ, жағдай қиын, өмір қиын деп ойладым. Сол состояниені сезініп жүрмін, болды, мен соның ішіне кіріп алдым. Күнде мен сондай нәрсені әлемге жіберем, айналама. Маған жақсы клиенттер келеді да, кетіп қалады, келмейді, потому что менің өзімнің тербелістерім. Ақшасы бар клиент келмейді маған. Ақша төлейтін адам келмейді, ақша төлейтін проект шықпайды. Потому что мен өзімде сондай негатив шығып жатыр да, жоқ деген. Енді мен не істеймін осы жерде? Мен осы жерде өзімді өзгертем. Мен состояниемді өзгертем. Бұны өзгерте аламыз, достар. Мынау инструмент өміріңді 180 градусқа өзгертеді. Просто істеу керек, бірақ бір күнде емес, практикамен келеді. Мен не істейсің? Мен не істеймін? Мен состояниемді өзгертем. Просто мен бұрын жоқшылық болмайды, ақша жоқ, жағдай қиын. Енді не істеймін? Өзгертем просто. В чем проблема? Ақша бар. Ақша жетеді. Ол ақша деген нәрсе, ол ауа сияқты нәрсе. Ауасыз адам өліп қалады ғой, ауа жетеді, сол сияқты нәрсе. Бәрі оңай, жеңіл, адамдарға сенуге болады. Менде мысалға отношение нашар дейді, кейбір қыздар айтады, мен жігітпен нормальный жігіт жоқ, жігіттердің бәрі не то. Мен оны өзім заказ беріп жатқан. Мен өзгертем, жоқ, жігіттер бар, достойный. Кездесе ма? Кездеседі. Состояние, түсініп отырсыз ғой. Ойым и менің состоянием бірге жұмыс істеу керек. Көп жерде ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт деген кітаптар бар, неше түрлі. Бірақ бұл жерде ой ғана емес, состояние бірге жұмыс істейді. Түсінікті ғой. Мен ойыммен қоса состояниемді өзгертем. Мысалға ақшасы бар адам қалай сезінеді өзін?
ақшасы бар адам қалай сезінеді өзін? Еркін, тыныш, уайымдамайды ол. Иә, ол сенеді, бәрі бар деп, спокойно. Баршылық деген нәрсе, шүкіршілік, қанағатшылдық деген сезімдерді сезінеді. Ал жоқ адам, ол жоқшылық соны сезінеді да. Жоқшылық, қиыншылық, маған жетіспейді, уайым, вот, қорқыныш. Көрдіңіз ба? Екеуі екі түрлі сезім да. Енді осы жерде мен не істеймін, осы сезімдерімнің бәрін ауыстырамын. Негізі елдер бекер айтпайды ғой, анау видеоларда айтады ғой көп, жаңағы бай болу үшін бүйт сөйт деп. Соның ішінде теріп алатын болсақ, действительно мен қайдан білем бай өзін қалай сезінетінін? Мен ол состоянияға өзімде қалыптастыру үшін мен оны көрім керек қой бір жерден. Мен просто так былай деп ойлай салмаймын ғой. Мен мысалға не жеп көрмесем, жаңағы, например, тропикалық жеміс бар ғой, кивиді жеп көрмесем, оның дәмін қайдан білем мен? Кивидің дәмі мынандай деп ойламаймын ғой. Сол сияқты ол состояние қайдан үйренем? Мен сондай адамдардан көріп үйренім керек. Немесе оны мен мысалға үйретем да, соны қалай, сол состоянияны қалыптастыруды. Вот, түсінікті ғой. Сенде қазір, например, айтайық, қарыз, ақша қиын, аушын бычыт болып жатыр бәрі, ішімде тыныш емес, бәрі бычыт болып жатыр. Шапқалап жүрмін, тоқтамай, бірақ болмай жатыр. Енді осы жерде не істеймін мен? Тоқтайсың да, состоянияны өзгертесің. Сырт көзден қарасаң, бір жынды сияқты да. Бычыт болып жатыр, бірақ сен бәрі бар адам болып, бүйтіп жүрсің да. Жынды сияқты көрінеді, бірақ жынды сияқты емес, бұл нормальный нәрсе, осыдан басталады. Состояниямды өзгертемін, ойымды тоқтатамын. Содан кейін барып өзі біртіндеп байқайсың, өзгере бастайды айналада. Айнала өзгере бастайды. Бұны практиковать еткеннен кейін өзі көрінеді. Түсінікті ғой? Состояние деген осы. Состояниемен оңай жетесің. Ал менің состоянием басқа, бірақ әрекет жасай беретін болсам, шапқылай беретін болсам, қиын болады просто. Ұзақ оны көріп те жатқан шығарсыздар. Енді осы жерден өзіңді көрген болсаң, каналға жазыл, подписка жаса, осы туралы осындай видеолардың бәрін бөлісетін боламын. Состояние қалыптастыру туралы сұрақтарың болса, разборға жазыл. Келесі видеода кездескенше.